Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сазан балығын осындай қып-қызыл қылып, қытырлақ қылып пісірудегі құпиясымен мен бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің арнамнан алыстамай, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Мендегі сазан балығы сырты ашылып, жуылып, тазаланған, тұздалған балық. Пісіруге ыңғайлы болу үшін мен ортасынан барлығын бөліп алдым. Балықты біз ұнға пісірмейміз. Балыққа арнап ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне жарты стакан немесе бір кесе салқын су құйып, 3 ас қасық ұн салатын боламыз. Шанышқының көмегімен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай сұйық соус дайын болады. Мен тұз қосқан жоқпын, себебі балық тұздалғандықтан. Егер де сіздердің балығыңыз тұздалмаған болса, шамамен мөлшеріне қарап тұз қосыңыздар. Енді осы балықты біз осы соусымызға малып алып, қызып тұрған табадағы майға пісіріп аламыз. Оттың асты орташа тұруы қажет, себебі қатты отта пісетін болса, балығымыз тез пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Міне осылайша балығымызды қызартып, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіз, сіздерге ұнайтыны сөзсіз сенімдімін. Егер де бұл әдіс сіздерге пайдалы болса, лүпіл басып төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта менің арнамнан қандай тағам түрін көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарий бөліміне жаза кетіңіздер.